Мақсат, еще раз сәлем. С Новым годом, с новым счастьем. Мынау масқара, мына кісіні ауыстырыңыз. Уже үлкен кісі болды, шаршады, жасқа орын беру керек. 300 мың Қарасай ауданында халық бар, иә? Бәріне қандай проблемалар, мәселелер бар. Сізге армандап, мына жерге келгісі келіп отқан. Маған күніне 10, 20, 80-ге дейін хат келеді. Мақсат толықпай келгенде Сәуле айтшы, пожалуйста, деп. Міне Құдайға мына аспаннан түскенде. Мына бір күнде 8 сағат қабылдау өткіздік. Енді солар күннен қателеспесек 70% саяжайға байланысты. Мен премьер-министрмен кездестім. Жеке бағдарлама қабылдамаса болмайды. Бұл 1 миллион деген адам жәшіктерді бүкіл парламентте көрсетіп көрдіңіз ба видеоны? Халық бар ғой, Мақсат, сен, Ринат, Құдай бере салған деп, міне Құдай бере салған келдің, иә? Неге мыналар бір ауыз сөз айтпаған? Бұл масқара ғой. Мен жылағым келіп тұр, ұят қой бұл. Ол сайтқа жарияланған ғой. Неге жауған себеп неде? Білмейміз ғой, сипаз менен келді. Білмейміз ғой бұл. Сіз кімсіздер енді? Біз охранник осы жердеміз. Қандай компания істейсіз? Частный охрана ғой біздікі. Сіздерде келісімшарт бар шығар? Бұл кімге қарай кіммен доллар отырдыңыздар келісімшарт? Қандай компания? Бастықтар келеді, айтамыз ғой, қазір білмейміз. Кім ол бастықтар деген аты бар ма? Руслан бастық бізде. Фамилиясы? Фамилиясы білмеймін. Енді қандай компанияны толға бұрды, ипо бірдеңе істейтін шығар? Ол жекеменшік бізді болса жалдап алды ғой. Шасында ғой ол. Ешкім кіргізбеңдер деп айтты ма? Ешкім кіргізбеңдер деп? Кімде жоқ, кімде босақ бар, бәрі кімде де? Жоқ, олар чымалғанда бар. Госақ барлар кіре алмай отыр ғой, солай ма? Кіргізбейді дейді, госақлы барлар. Қалай кіргіземіз бәрі, кімде госақ бар, кімде жері бар. Жоқ, енді осы жақта мәслихат депутат шағандар жинап келіп отыр. Госақ барларын өзгере алмайды. Қалады бәрі. Шындықты айтындар жігіттер болмайды. Шындық қой оған. Госақлысына кеп, мұнда тіркейді. Чымалғанды мысаға 1400 гектар жердің кезді кіремеш олап атыр ғой? Білмейміз. Бәрі кіріп атыр ғой, бәрі. Кімді кіргізін? Бәрі кіріп атыр. Кім кіргізді айтшы? Бәрі кіріп атыр, кімде госақ бар? Ғана үшкен бұрыптың оларды шуылдап атыр әкін жерде. Бәрі осы жерде ғой, қалай шуылап атыр? Бәрі осы жерде ғой. Бәрі осы жерде олар. Жоқ, мынау халықтың жері ғой, біз кірекші мысалы, көргім келіп тұр мен. Жоқ, мына жер ұлттық паркқа тиесілі емес па? Ұлттық паркқа тиесілі емес па? Жоқ, жоқ. Қалай ұлттық паркқа тиесілі? Сіз бетіңізді ашыңызшы, халықтан қорқасыз ба не? Хоть көрейік та, қандай военизированный охрана бізді кіргізбей тұрған. Неге бетіңізді жауып тұрсыз? Ашсаңызшы бетіңізді. Қарапайым адамыз ғой, бізде неңіз бар? Қалай неңіз бар? Енді білейік та біз кім охранада тұрған. Мен жалғыз өзім осы жерге демалуға келсем, сіздер атып тастайсыздар. Хоть білейік кім адамдар тұрған. Мынау масқара ғой бұл деген халықтың жері, таулары. Қалай мен кіргім келіп тұр? Неге кіргізбейсіздер? Мен кірсем сонда шынымен атасыздар ма? Ой, қойыңыздаршы. Қоршап ұстағаннан көтеру керек мына мәселе. Бастықтардың атын мен жасырып тұрмын. Ал мен кіргім келіп тұр, кірейінші мен. Неге болмайды? Мен өз жерімде өзім жүре алмайым ба сонда? Қалай жабық? Бұл халықтың тауы ғой, халықтың жері. Бір шақ кірейші, вот принципиально. Атыстайсыңдар ғой. Масқара мынау. Көтер көріп міндет тұрдым, маға қат күйінде жолдыңыз. Енді сұмдық нәрсе ғой бұл. Мен қоғамдық транспортқа қосып тұрғанбыз. Екінші айттым ғой, фермер одағымыз біздің крестьяндардың бәрі шулап жатыр. Біз малымызды көтерейік те, төмен жақта жайлайтын май жоқ. Мына жақта бір өзіміздің жерлеріміз бар. Әрбір мысалға бөліп біз малымыз жаяқ дейді. Мысалы көктемде көтерілсе күзде алып кетеді. Оған шейін бұл жерде деген мал деген бір қойды қандай жақсы семіреді. Бірақ себебі бір қойды оқыра деген жоқ, қана деген жоқ, ештеңе жоқ. Сондықтан бір қойды бұл вопрос осы сұрақты былтыр біз келген. Былтыр келгенде біз келгенде ол шешілмеді, сонда қалды. Сәуле ханым, Шамалған ауылының жоғарғанда Шоңғыр дейтін тау бар, өте табиғаты керемет жер. Бұл жерден қарап отырсаңыз, жол жауып тастаған қоршап. Қарулы адамдарды қойып тастаған. Ана жерден ешкімді өткізбейді. Мына елдер өздерінің малына жайылым жеріне бара алмай отыр. Госақтылар барлар кіре алмайды. Госақтылары барлар қолына жерден өте алмайды, кіре алмайды. Сонда сізді қазір депутат ретінде кіргізбей ма? Қазір бастықтар рұқсат дейді. Енді бұл жерде по факту мен кіруім мүмкін, бірақ басқалар кіре алмайды ғой. Сізді кіргізбейді қазір. Мен де кіргізбеуім мүмкін. Бұл жеке мемлекет мына жақ. Сонда халықтың жерін жекелендіріп алған ба? Бұл жерде жаңа байланбай жылдың арендаға алған соң жоқ. Бұл жерде бұрын совхоз кезінде бір қода совет үкіметі кезінде бәрі совхозға бөліп берген. Біздің жетісу совхозымыз, мен соның директоры болдым, біздің 1,5 гектарымызда Қызылбаз дейтін біздікі тұратын. Сосын кейін жаңа қарай Мыңбай білесің жаңа ұзынағаштікі, Жамбыл ауданы. Сосын кейін мынау
Ана Күртаудан бәрі солардың бәрі малдарын көтереді. Күртаудан халқы жылап отыр, иә. Бәрі көтеретін осы жақта. Жайылым жер жоқ деп. Осы жақта көтереді. Күртеуде көтеретін бәрі. Соның бәрі бұл жерде 15 мың гектар жер тұр ғой. Аз биш. 15 мың гектар. Енді 15 мың гектар, соның бәрін игеріп отырған мал бар деп мен ойламаймын бұл жерде. Қоршап алған ешкімді жолатпайды. Мақсат енді білесіз ғой, бұл кімнің жері екенін. Топшылап отырмын. Бұл жерде енді жаңа Назарбаевтар резиденциясы бар. Ол ары. Ары, бірақ осы жолмен барады ғой. Осы жолмен барады да, бұлар соны ешкім жолатпау үшін қоршап тастаған. Ана жаққа бір ол кісінің десінде онда ешкім шатағы жоқ, посты жоқ, ештеңе жоқ. Мына жерде не үшін қойғанын түсінбеймін ғой. Біздің жерімізде, біздің госактымыз бар, біздің бәрін сатып алғанбыз. Қалай сонда бұл халықтың таулары, жерлері, оны қалай жеке Енді меншікке? прокуратурада мемлекеттік органдар білмеймін, қолымыздан ештеңе келмейді дейді. Кім отыр сонда? Бұның жоғарында кім отыр? Бұл жер кімге тиесілі мындағы гектар? Мәселе сода болып тұр ғой. Білесіз ғой кімге тиесілі екен? Мен енді өзім сол бұрын Назарбаевтар болмаса басқа кім деген ой келіп отыр. Бұның несін айтқызайық, кадастрдың несін шығарайық. Кадастр бұл сол Генпрокурор жазайын бар, мен. біреудің аттарына қойып қойған. Ешкім негізі құқығы жоқ бұл жол жабуға. Мен енді естіп отырмын. Общественный жол. Қоғамдық жол. Общественный сервитут дейді. Бұл енді общественный кезінде мынау грунтовый кеткен асфальттар өкімет салдырған жатыр. Мына жер деген керемет қой, ауасы қандай. Бұл енді ұлттық паркке тиесілі жер. Бұл сәуленің жері емес, бұл мақсаттың жері емес. Ұлттық паркке тиесілі, жауып тастаған. Мынаны ашып берсеңіз, онда мақсат бүткіл Қарасай ауданы халқы сізді, иә, рахмет былай тұрсын. Аспанға лақтырады. Шаруалар бұл малдарын жайылып жер жетіспейді. Енді тауды қоршап алу деген сондық қой. Не халық естіп жатсыздар ма? Халықтың жерін, халықтың тауын қоршап алған. Мына жерге қарулы охрана тұр. Ал кіріп көр. Ал кірсең атат сені. Масқара. Енді мынандай үлкен мәселені енді депутат Мақсат Толықбай шешіп берсе, нұр үстіне нұр болады. Өйткені бұл жерде енді қанша естідіңіздер ғой, иә? Неше мың гектар жерлер. Жайылымға жер жоқ. Осыны енді халыққа қайтарып берсе, ана жабылып тұрған жерді, қоршалып тұрған жерді ашса, біз енді міне неше мың километр жоғары шықтық, білмеймін. Өте жоғары. Керемет жер, енді айтатын жоқ. Бірақ мынаны шынымен қарулы охрана тұр, кіргізбейді, жауып қойған. Енді осыны ашу мақсат болып тұр. Мақсаттың мақсаты осы жерде.